Сәлем, менің атым Жайық. Бұл менің інім Мұрат. Қыс келді, қар жауды. Келесі күні күн шықты. Содан кейін ол өте суық болды. Көшеде тайғақ болды. Анам бізді ағаммен бірге көшеге алып шықты. Біз көк тайғақта көптеген адамдардың құлап жатқанын көрдік. Біз құлаған жоқпыз, өйткені біз дайындалдық. Ал анам кеңес бере алады. Табаны микрокеуекті сырғып кетпейтін аяқ киімді ал. Аяқтың астына қараңыз. Қауіпті жерлерді айналып өтуге тырыс. Егер мұзды айналып өту мүмкін болмаса, онда шаңғышы сияқты кішкене сырғымалы қадамдармен жүр. Жолдардың жүру бөлігінде өте сақ бол. Асықпа, әсіресе жүгірме. Қол мүмкіндігінше бос болу керек. Қолды қалтаға салма, ол құлаудан сақтайды. Ауыр сөмкелерді артыңа асып ал. Мұз басқан су айдындарында болған кезде маңызды ережелерді есте сақтаған жөн. Мұз бетінің жұқа және қатпаған жерлеріне бармаңыз. Мұз кету қаупі кезінде қолайсыз ауа райы немесе қараңғы түскен уақытта мұз бетіне шықпаңыз. Мұз бетінің қалыңдығы мен беріктігін тексерген жөн. Мұз бетіне топпен жиналудан бас тартыңыз, ал көлікпен мұз бетінде мүлде жүрмеңіз. Мұз астынан балық аулаған кезде айналаңызға көп шұңқыр жасамаңыз. Жеке құтқару құралдарын өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Мұз үстіне шықпас бұрын өз қауіпсіздігіңізді ойлаңыз. Жағадан алысқа кетпеңіз. Мұз беріктігін аяқпен теуіп тексермеңіз. Мұз үстіне топ боп жиналмаңыз. Егер қауіпті сезсеңіз, сырғанау арқылы қозғалыңыз. Жарылған мұз бетін баспаңыз. Автокөлікпен мұз бетіне шығуға қатаң тыйым салынады. Мұз үстіне міндетті түрде құтқару кеудешесімен шығыңыз. Егер сіз мұз астына түсіп кетсеңіз, суға басыңызбен батпаңыз. Үрейленбей көмек шақырыңыз. Құлаған жақтан шығыңыз. Қолыңызды жанға қарай жіберіп, мұздан шығуға тырысыңыз. Өзіңіздің ізіңізбен 3-4 метр қашықтыққа дейін сырғанап барыңыз. Демалмастан ең жақын тұрған үйге жүгіріңіз.